Сәлеметсіздер ме балалар? Математика сабағына қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұзындықты өлшеу. Бүгінгі сабақта сіздер ұзындықтың өлшем бірліктерін, сызғыш және сызғышпен өлшеуді, сондай-ақ ұзындықтың өлшем бірліктерін өзара салыстырып үйренесіздер. Балалар, біз суретте сызғышты көріп тұрмыз. Сызғыш қандай? Түзу. Ол қандай құрал? Оқу құралы. Сызғышпен біз не істейміз? Сызамыз. Сызғышпен тағы не істеуге болады? Әрине ұзындықты өлшейміз. Бұл сызғыш. Сызғышпен ұзындықты өлшейді. Ұзындық заттың басқы нүктесінен шетіне дейінгі арақашықтық. Сызғыштағы цифрлардың арасы 1 сантиметрге тең. См деп белгіленеді. Балалар, біз суретте нені көріп тұрмыз? Ол жерде неше қарандаш бар? Балалар, қарандаштардың ұзындықтары бірдей ме? Әрине балалар, қарандаштардың ұзындықтары әртүрлі. Біз қарандаштардың ұзындықтарын көз өлшемі арқылы әртүрлі екендігін білеміз. Бүгін біз қарандаштардың ұзындықтарын сызғыштың көмегімен өлшеп, нақты қанша сантиметрге тең екендігін біле аламыз. Қарандаштарды сызғышпен өлшеп көрейік. Жасыл қарандаштың ұзындығы неше сантиметрге тең? 8 сантиметрге тең екен. Қызыл қарандаштың ұзындығы неше сантиметрге тең? 7 сантиметрге тең екен. Сары қарандаштың ұзындығы неше сантиметрге тең? 4 сантиметрге тең екен. Көк қарандаштың ұзындығы неше сантиметрге тең? Көк қарандаштың ұзындығы 10 сантиметрге тең екен. Күлгін түсті қарандаштың ұзындығы неше сантиметрге тең? Әрине 5 сантиметрге тең екен. Өте керемет, жарайсыңдар балалар. Балалар, ұзындықтың өлшем бірліктеріне тоқталып өтейік. Ұзындықтың ең кіші өлшем бірлігі миллиметр, сантиметр, дециметр, метр және километр деп өсу ретімен айтылады. 1 сантиметр 10 миллиметрге тең. 10 сантиметріміз 1 дециметрге тең болады. Балалар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Біз бұл тапсырмада бірнеше суреттерді көріп тұрмыз. Бірінші суретте әрине автокөлік жолы. Екінші суретте бумадағы жіптер. Үшінші суретте қарандаш. Төртінші суретте сызғыштың суреттерін көріп тұрмыз. Бұл дегеніміз заттардың ұзындығына қарай ұзындықтың өлшем бірліктері де өзгереді. Автокөлік жолын әрине километрмен өлшейміз. Жіптердің ұзындығын метрмен өлшейміз. Қарандаштың ұзындығын сантиметрмен өлшейміз. Және сантиметрден кіші заттардың ұзындығын миллиметрмен өлшейміз. Жарайсыңдар балалар. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Бұл жерде сіздерге ойлан тап тапсырмасы беріліп тұр. Қызыл жіп көк жіптен ұзын. Көк жіп жасыл жіптен ұзын. Қай жіп ұзын? Жасыл ма, әлде қызыл ма? Әрине балалар, қызыл жіп ұзын. Балалар, есте сақтаңыз. Ұзындықтың өлшем бірлігі сантиметр,
Өлшем бірлігінің белгіленуі см. Балалар, үшінші тапсырмаға назар аударайық. Бұл тапсырмада біз кім жылдам ойынын ойнаймыз. Сіздерге оқу құралдарының топтамасы ұсынылып отыр. Әр оқу құралының ұзындығын өлшеп, оларды өзара сәйкестендіресіңдер. Балалар, жауаптарымызды сәйкестендіріп көрейік. Дәптердің ұзындығы 20 сантиметрге тең. Кетіргіштің ұзындығы 3 сантиметрге тең. Қайшының ұзындығы 15 сантиметрге тең. Қарандаштың ұзындығы 14 сантиметрге тең. Ал оқулықтың ұзындығы 25 сантиметрге тең болады. Енді оқу құралдарының ұзындықтарын өзара салыстырыңдар. Он 14 сантиметр кіші 20 сантиметрден. 20 сантиметр кіші 25 сантиметрден. 3 сантиметр кіші 14 сантиметрден. 25 сантиметр үлкен 14 сантиметрден. Сонымен, балалар, бүгінгі өткен сабақты қорытындылай келе, сіздер төменде берілген сауалдарға иә немесе жоқ деген жауаптарды белгілеуіңіз қажет. Бірінші, кесіндінің ұзындығын сызғышпен өлшеуге болады. Дециметр масса өлшем бірлігі. 10 сантиметр 1 дециметрді құрайды. Заттардың ұзындығын сантиметрмен анықтауға болады. Сантиметр ұзындықтың ең кіші өлшем бірлігі. Заттарды ұзындығы бойынша салыстыруға болады. Сіздерге оқу тапсырмасын ұсынамын. Өз бойыңды өлше деп аталады. Қағазға табаныңды бастырып сызып, оны қиып ал. Сонда бойыңды өлшейтін өлшеуіш пайда болады. Өз бойыңның осындай неше өлшеуіштен тұратын өлшеп сана. Жарайсыңдар, балалар. Егер сіздерге сабақ ұнаса, және тапсырманың барлығын сәтті орындасаңыз, керемет деп. Егер сабақта белгілі бір қиындықтар кездестірген болсаң, онда жақсы деп. Егер сабақ барысында тапсырмаларды орындау қиын болып, мұғалімнің көмегі қажет болса, онда орташа деп кері байланыс берулеріңізге болады.